желіде сұмдық ақпарат тарады. Барша хабардар болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданындағы ауылдардың бірінде екі бүлдіршіннің мәйіті табылды. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше оқиға 4 сәуірде болған. Бұқар-Жырау ауданында қарасты ауылдардың бірінде зорлық-зомбылық белгілері бар 2 және 4 жастағы балалардың мәйіті табылды. Сотқа дейінгі тергеу басталды. Қылмыс жасады деген күдікпен балалардың анасы ұсталды. Ол уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыстық іс Қарағанды облыстық полиция департаменті бастығының бақылауында. Басқа ақпарат жария етілмейді. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Лайк басқан қолдарыңыз дерт көрмесін. Ал ендеше бастадым. Белгілі журналист Қымбат Досжан 1001 түн бағдарламасында бельгиялық отбасы асырап алған қазақ баласы Жәнібекке қатысты жаңа ақпаратпен бөлісті. Тележүргізуші Қымбат Досжан бір апта ішінде Жәнібек дүниеге келген соң 4-5 күн перзентханада емізіп, ақ сүтін берген ананы тапқанын айтты. Бүгінде арқалықтың полицейлері Астанаға келіп, осы іске қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсы ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.